Әкеме айтып қоймаңыз, ғибратты әңгіме. Олар өте бақытты отбасы болатын. Бірақ бір күні анасы ауру себебінен сүйікті күйеуі және енді ғана 3 жасқа толған сүйкімді қызын тастап, бұл дүниемен қоштасты. Сәби күн сайын әкесінен «Мамам қашан қайтып келеді?» деп сұрайтын. Ал әкесі қызын жұбатып, «Қызым, мамаң өте алыс бір жерге жұмысқа кетті» деп құшақтап ұйықтататын. Сөйте жүріп қызы 6 жасқа шыққан жылы әкесі мейірбан, ақ көңіл бір әйелмен танысады. Бір күн әкесі қызына, «Қызым, мамаң қайтып келетін болды. Сен мамаңның түрін ұмытып қалған жоқсың ба?» деп сұрады. Кішкене сәби ары ойланып, бер ойланып, басын шайқайды. Әке қызын аяп кетіп, әрі бір жағынан сәл де болса жеңілдеп қалғандай сезінді. Ол әлі де бала ғой. Дәл сол сәтте есік ашылып, әлгі әйел кірді де, құшағын кең жайып, қыздың есімін шақырады. Сәл таңырқап, жатырғап тұрған қызына әкесі, «Қызым, мамаңды танымадың ба? Тез мама деп шақыра ғой» депті. Сәби ақырын адымдай басып барып, «Мама» деп құшақтай алады. Кешкі астан соң әйел қызға ілесіп, оның бөлмесіне кіреді. Екеуі көңілді әңгімелесіп отырғанда қыз, «Сіз менің мамам емессіз» дейді кенеттен. Әйел әрі тосырқап, әрі таңырқап қалды. Сәби қыз шошып қалған әйелдің қолынан ұстап, бәсең үнмен, «Менің мамам қайтыс болған. Мен оны атам мен әжемнің әңгімелерінен біліп алғанмын. Мұны тек атам, мен және әжем үшеуміз ғана білеміз. Әкем мен басқалар білмейді. Олар әлі күнге дейін мамамды тірі, алыс бір жерде жұмыс істеп жүр деп біледі». Жылап жіберуге шақ қалып тұрған әйелдің құлағына сыбырлап, «Бұл екеуміздің ортамыздағы сыр болсын. Әкеме айтып қоймаңыз. Ол білсе сөзсіз азаптанып жылайды», дейді жаңа тапқан анасын құшақтап. Бұл сәтте есік сыртында үнсіз тыңдап тұрған әкенің көз жасы көл болған еді. Өмірдің жаңғырығы. Бір кісі және баласы орманда серуендеп жүріп, баласы шалынып құлап түседі. Ауырған жері жанына батқандықтан «Ах!» деп айқайлап жібереді. Жандарындағы таудан «Ах!» деген дауыс естігенде бала таң қалады. Еш нәрсені түсінбеген бала «Сен кімсің?» деп айқайлайды. Алған жауабы тағы да «Сен кімсің?» болып келеді. Бұл жауапқа ашуланып «Сен қорқақсың» деп айқайлайды. Таудан келген дауыс «Сен қорқақсың» деп жауап береді. Бала әкесіне бұрылып сұрайды, «Әке, не болып жатыр?» Әкесі, «Балам, тыңда және үйрен» деп тауға қарап, «Мен саған қайран қалдым» деп айқайлайды. Қайтқан жауап тағы да «Мен саған қайран қалдым» деп келеді. Әкесі қайтадан айқайлайды, «Сен өте әдемісің». Жауап тағы «Сен өте әдемісің» болып келеді. Бала қатты таң қалады, бірақ әлі не болғанын түсінбейді. Әкесі оған түсіндіріп береді. Адамдар бұны жаңғырық деп атайды. Бірақ негізінде бұл өмір. Өмір әрқашан сенің бергендеріңді өзіңе қайтарады. Өмір жасаған мәмілеміздің айнасы. Өзіңді жақсы көргізгің келсе, алдымен өзің жақсы көр.
Саған жақсы мәміледе болуын қаласаң, өзің басқалармен жақсы қарым-қатынаста бол. Адамдардан құрмет көргің келсе, адамдарды құрметте. Адамдардың сабырлы болуын қаласаң, сен де сабырлы болуды үйрен. Бұл қағида өмірдің барлық кезеңі үшін бірдей. Өмір кездейсоқтық нәрсе емес. Жасаған әрекеттеріміздің айнадан кері шағылысуы. Жолдағы кедергі. Баяғы заманда бір патша сарайға кіретін жолдың үстіне үлкен тас қойдырып, өзі терезеден бақылап отырыпты. Көрейік не болады екен. Елінің ең бай саудагерлері, ең күшті керуеншілері, сарай қызметшілері жолда келе жатып, тасты айналып өтіп, еш нәрсе істемей кіріп кетеді. Кейбіреулер тасты көріп дауыстап тұрып, патшаны сөге бастайды. Халықтан қаншама салық жинайды, бірақ жолдарын таза ұстай алмайды. Осы кезде бір ауыл шаруасы сарайға жеміс, көкөніс алып келе жатып, жол ортасындағы тасты көргенде, арқасынан жүгін жерге қойып, екі қолымен тасты итере бастайды. Қатты қиналып, қара терге батады. Ақыры соңында тасты жолдың шетіне қыстырып қояды. Жүгін қайтадан асынып жатқанда, тастың жатқан жерінен бір қалта көреді. Алып, ішін ашады. Қалташық алтынға толы болады. Ішінен патшаның жазған хатын көреді. Бұл алтын тасты жолдан алған адамға берген сыйлығым. Патша. Осылайша бұл шаруаны бүгінгі күні де көпшіліктің онша мән бере бермейтін мәселелерінде адамдарға сабақ берді. Мұның сияпатын дүниеде артығымен алды. Тыңдағандарыңызға рахмет.